қашан жазылған сұхбат екенін білмеймін. Баян Алагөзова ханымның бір журналистерге беріп жатқан бір сұхбатын көріп қалдым. Ол кезде Баян ханым маған ментальды қартайған әйелдер ұнамайды. Олардың ешқандай жері ауырмаса да өтірік ыңқылдайды, бала шағасының вниманиясы жетіспейді деген сұхбатын көрдім. Осы Баян Алагөзова ханым кейде тым асыра сілтеп кеттім деп ойламай екен. Ең алдымен мына сауалға жауап берейікші. Баян ханым ментальды қартайды деп отырған 50 мен 65 жас аралығындағы әйелдер, қазақ аналары кімдер? Қазір ыңқыл-сыңқылы көбейген 50-60 жастағы әйелдер 90-ның тоқырауында алаға барқалап, отбасын асыраймын деп денсаулығынан айырылған қазақтың әйелдері, қазақтың аналары. Сол ауыр жылдардың азабын көрген кейбір әйелдер тіпті әже жасына жетпей, бала шағасының қызығын көрмей өмірден өтіп те кеткендері бар. Бірдеңе айтпас бұрын, бүгінде ментальды бабушка деп әжуалап отырған 50-65 жас аралығындағы қазақ әйелдерінің барлығының өмірі керемет болды деп ойламау керек. Олардың жастық шағы, студент шағы, отбасында шиеттей балалары болған кезеңі еліміздің тәуелсіздік алған қиын кезеңімен 90-ның тоқырауымен тұспа-тұспа келетінін ұмытпайық. Қазір ментальды бабушка деп мысқылдап мазақтап отырған 50 мен 65 жас аралығында қазақ әйелдері, қазақ аналары қыстың қақаған аязында, жаздың аптап ыстығында қара базарда тұрды. Жер-жерден тауар тасыды, рекетке тоналды. Түні бойы ұйықтамай, бәліш, манты, самса пісіріп, оны пойыз жағалап сатты. Қазақтың қара баласының қарын ашырмаймын деп жанталасты. Сіз ментальды бабушка деп менсінбей отырған, жасы 50-ден асқан қазақ әйелдері сол қара базардың қиындығын көрген аналар. Ал жасы 40-тан асқан олардың қыздары. Олар да күн көріш үшін жанталасқан шешелерінің жанында жүріп көмек берген. Олар да тіпті кішкентай болса да шемішке сатты, темекі сатты, сағыз сатты. Мен қара базардың өмірін сырттан емес іштен білетін жанмын. Университетті енді бітіріп, жұмысқа шыққан шағымда әке-шешем өмірден өтті. Жұмыста жалақы бермейтін. Жұмыс бар, бірақ ақша жоқ, қиын заман болды. Алақап арқалап бармаған жерім жоқ. Сол кезде әйелдердің басына түскен қиыншылықты да өз көзімен көріп басынан өткерген жанмын. 24 пен 28 жас аралығында қара базардың қара ауыртпалығын арқаммен көтеріп сезінгенмін. Қазір ыңқыл-сыңқылы көбейген, әже болуды армандап жүрген қазақтың анасының бірімін. 90 жылдары қара базар толған қазақтың аналары еді. Біз ол заманды қалай ұмыттық? Ауылда шерге асы болмай, мал жейтін жемді немесе пиязды қуырып жегендерді көрдік. Сол кезде ауыл-ауыл аралап жүріп, зат сатқан кезде әйел ерге қараған, ер жерге қараған заманды да көрдік. Бұл сұхбаттың астындағы 50-65 жастағы қазақ әйелдері өтірік ыңқылдайды, жасынан бұрын қартайған деген жастардың пікірін көріп шок болдым. Шын айтқанда айналайындар, қазақ аналары ала дорба арқалап, қара базарда тұрған заманның тарихын зерттейтін әлі кезең туар. Бұл пікірлеріңіз бен әжуалаған күлкілеріңіз тіпті де орынсыз. Барлық қазақтың аналарын олай мазақтамаңыздар. Олар зейнет жасының ұлғаюына байланысты, зейнет жасына жете алмай жүрген нәзік жандар. Қазақтың ұрпағын көбейткен қазақтың аналары екенін ұмытпаңыздар. Сол ыңқыл-сыңқылы көбейген ментальды бабушка деп сіздер мазақтап отырған 50-65 жастағы әйелдер, ол қазақтың аналары. Олар қиын заманда елдің экономикасын аман есен алып қалған қазақтың батыр аналары. Қазақ аналарына тіл тигізуге, әжуалауға сіздерге кім құқық берді? Ол аналардың бастан кешкенін сіздер кештіңіздер ме? Сіз сол көрген қиындығымен қоса, олар бүгінгі заманда зейнет жасының ұлғаюына байланысты әлі зейнетке де шыға алмай жүр. Ыңқыл-сыңқыл көбейсе, денсаулығы жоқ шығар, кейбіреуінің тіпті емделуге де жағдайы жоқ. Әже жасына жеткенде олардың балаларына, немерелеріне еркелеуге құқығы жоқ па? Тәуелсіздік алғаннан кейін елдің экономикасын алаға барқалап жүріп аман есен алып қалған қазақ аналары, аман болыңыздар.
бала шағаларыңызға, немерелеріңізге еркелеп жүре беріңіздер. Өйткені сіздерді ол заман еркелеткен жоқ. Қазір қара баланың қамы деп ол кезде барлығын ұмыттыңыздар. Енді қартайғанда еркелемегенде қай уақытта еркелейсіздер? Ментальды бабушка деп әжуалап отырған, сіздер әжуалап отырған қазақтың аналары, олар нағыз батырлар. Олар ешкімнің отбасын ойрандамай, бала шағасын жеткізді. Сол балалар бүгінде елге қызмет етіп жатыр. Ол батыр аналарға ескерткіш қойсақ та, оларға арнап фильм түсірсек те, оларға арнап өлеңдер жазып, кітаптар шығарсақ та артық емес. Өз басынан өткен жағдай жайлы Қара Қобдиша деген жазбам бар. Қара базардың шындығы сол жерде жазылған. Сол 90-ның тоқырауында Қара базар қанша қазақ әйелінің өміріне балта шапты, денсаулығынан айырды. Қанша әйел сәби сүйе алмай өмірден өтті. Қаншасы рекеті бар, басқасы бар, солардан зардап шекті. Өмірден өтті. Соны сіздер білесіздер ме? Қазақ әйеліне күлмеңіздер. Қазақтың аналарына күлмеңіздер. Қазақтың аналарына тіл тигізбеңіздер. Әжуаламаңыздар. Бұл біздердің қазақтың аналары, олар нағыз батыр аналар. Сіздер не дейсіздер, оқырман?